Бірінші топар майыплығы болған Құдайқұлов Бақтияр ағаның қазірде жасап атырған жайы қайта оңлауға мүтәж болып, әсіресе қыс маусымінде ысыту системасында машқала болып келген. Мына президентіміздің нелері мына айналарымын құрып берді. Аллаға мың қатла шүкір. Мына нелі дучевой кабинет ішлеп бережек, котел ішлеп бережек, поллап бережек жайыма. Нұрландырады светтен ішлеп бережек жайыма. Президентімізге мың рахмат. Бұрын қышта жайларымыз суық еді. Құдайға мың қатла шүкір, енді ыссы болады деп қаплап беріп атыр балалар. Коммунальный услугтар не алып атырман. Әйтеуір ярдам не беріп тұрды, ақша беріп тұрды, пенсиямы беріп тұрды уақытында. Кешеге де 1 миллионнан ақша берді, оннан алдым. Құрметті президентіміз қарар тикарында социалық рейстерде һәм шаңырағында бірінші топар майыплау болған қораларының, яғни үйлері ремонтлау жұмыстары алып барылып жатырды. Фермерлер аймағы Ойауыл көшесі 28-ші жайда тұрушы Құдайқұлов Бақтиярдың үйінде ыстықлық сақлаушы һәм энергия тежеуші жұмыстар алып барылып жатыр. Бұнда айналары ағаш айнадан энергия тежеуші айналарға өзгертіліп жатырды. Сонымен бірге үйдің сыртын ыстықлық тежеуші, яғни ыстықлық сақлап тұрушы изоляция жұмыстары алып барылып жатырды. Көшемізге асфальт келіп жатырды. Басшыларымызға рахмет. Көп өзгерістер болып жатыр. Қоңшыларымызға ремонтлап беріп жатырды. Алдын әйтеуір өңкі-дөңкі жол еді, ылай болып. Қазір енді асфальтлап береміз деп жатыр. Рахмет әмеңізге де. Бұндай сол жасау жайлары ремонтлану, оңлануы зәру болған Қарақалпақстан Республикасы бойынша 118 шаңырақтың сол жасау жайлары оңлап беруі белгіленген. Сондай-ақ президенттің тиесілі қарарына бола социалық рейстердің мемлекеттік таминатындағы шаңырақ категориясындағы шаңырақларға 1 миллион сомнан бір мәртелік материалдық жәрдем көрсетіліп, қосымша тізімдегі жәрдемге мұқтаж шаңырақларға 500 мың сомнан бір мәртелік материалдық жәрдем берілді.